Иә, құрметті жас дос, сіз байқап отырғандай, мен сізге жаңа тақырып бастайын деп отырмын. Қазіргі тақырыбым 13-15 ғасырдағы солтүстік Қазақстан және Батыс Сібір жері. Сібір аймағын ежелден қоныстанған түркі тілдес тайпалар болды. Батыс Сібір халқы Қазақстан аумағын мекен еткен түркі тілдес тайпалармен тұрақты қарым-қатынас, сауда, айырбас сияқты қарым-қатынастар жасап отырды. Шыңғысханның жорығына байланысты Сібір жерін мекен еткен түркі тілдес тайпалар бас сауғалап, Сібір жерін паналай бастады. Олар жергілікті халықтармен араласып, сіңісіп кеткендері де болды. Батыс Сібірдің жерінде туысқан түрік тілдес тайпалардың бірлестігі болды. Батыс Сібір жеріндегі бірлестіктің негізгі ұйытқысы, яғни саяси билік керейттердің қолында болды. Құрметті жас дос, көңіліңізді бөліңіз. Батыс Сібір жеріндегі саяси билік қай түркі тілдес рудың қолында болды деген сұрақ келсе, керейттердің деп жауап беріңіз. Ал енді Әбілқайыр хандығында саяси билік қай тайпаның қолында болды деген сұрақтар келсе, Қыпшақтардың қолында деп жауап беріңіз. Ал Моғолстан мемлекетінде саяси билік бұрын үйсіндер, кейін Моғолстан заманында дулаттар аталған тайпаның қолында болды. Ал Ноғай ордасында саяси билік Маңғыт руының қолында болды. Сонымен, құрметті жас дос, мен айтқан хабарларды ойыңызда сақтасаңыз дұрыс болады.